Сабағымыздың тақырыбы PowerPoint бағдарламасы. Бұл сабақтың жалпы мақсаты PowerPoint, яғни слайд жасайтын, презентация жасайтын бағдарлама туралы негізгі түсінік алу және бағдарламаның негізгі мүмкіндіктері туралы айту, онымен жұмыс жасауды үйрену және қосымша ақпаратпен білімдерімізді толықтыру болып табылады. Сонымен қатар, қазіргі таңдағы ақпараттық технология үрдісін қолдана отырып, презентация құруда слайдтармен жүйелі жұмыс жасауды үйренетін боламыз. Жалпы PowerPoint бағдарламасы дегеніміз не деген сұрақтан бастайтын болсақ, ол PowerPoint бағдарламасы біздің қандайда бір қызметімізге байланысты материалды ұсынуға арналып, компьютерде жасалған слайдтардың көрсетілімділік жиынтылығы болып табылады. Яғни ол дегеніміз біз осы слайд арқылы, көрме дейміз ғой, слайд арқылы өзіміздің тақырыбымызды толық айқын жеткізе аламыз. Слайдтар қызықты суреттермен, сызбалармен және эффектілермен безендірілген жобаның мазмұндық бөлігін қамтиды. Жалпы PowerPoint бағдарламасы арқылы біз музыка, дыбыс, бейнеклип енгізе аламыз, анимациялар қоса аламыз, слайдтарды безендіру, яғни түрлі безендірулермен безендіре алады екенбіз. Және де көрме жасау, көптеген көрме жасау тәсілдерін қолдана алады екенбіз. Келесі, біз PowerPoint бағдарламасын іске қосу үшін бірінші тапсырмалар тақтасындағы іске қосу батырмасын шерткенде ашылатын бас менюдің программалар, оның ішінде Microsoft Office және Microsoft PowerPoint қатарында тышқанды шерту арқылы іске қосалады екенбіз. Немесе менің компьютерім, яғни мой компьютерде сілтеуіш программасы терезесінде С дискінде сақталған Microsoft Office бұқпасының ішіндегі Microsoft PowerPoint жарлығында тышқанды 2 рет шерту арқылы да іске қосуға болады екен. Ал ең қарапайым жолы тышқанның оң жақ батырмасын басып, создать и Microsoft PowerPoint арқылы да жасауымызға болады екен. Жалпы презентация жасақтауда наларды ескерген жөн. Ең алдымен презентацияның мақсаты және жалпы мазмұнын жан-жақты жоспарлап алуымыз керек. Главный оның, яғни презентацияның мақсаты болу керек екен, ең бірінші тұрады екен. Келесі, әрбір слайдтың мазмұнды және есте қалатындай болып құрылуы қажет. Сонымен қатар слайдтағы ақпараттар қарапайым және мазмұнды болу керек, яғни барлық жұртқа бірдей түсінікті етіп жасалуы керек екен. Слайдтағы ақпараттар, сонымен қатар слайдтарды безендіруде түстерді таңдауда дұрыс таңдау қажет екен, яғни адам көзіне бірден тартатын түстерді қойсақ, ол түсінікті, көріп отқан адамға түсінікті болады екен. Келесі, тыңдаушылардың назарын аудартатындай анимациялық өтеулер, видео дыбыстар қолдануымыз болады екен, яғни ол видео дыбыстар, аудиоларды қолданғанда да дұрыс пайдалану қажет екен. Келесі, PowerPoint терезесінің құрылымы. PowerPoint терезесінің құрылымы 6 жолақтан тұрады. Оның біріншісі тақырып жолағы, яғни ол біздің жаңағы слайдымыздың аты тұратын Microsoft PowerPoint деп, яғни аты тұратын ол тақырып жолағы болып табылады екен. Келесі, мәзір жолағы. Мәзір жолағында біз файлды сохранить етуге болады мәзір жолағында, сонымен қатар слайдтарды көрсетуге болады, сонымен қатар анықтама алуға болатынды мәзір жолағы деп атайды екенбіз. Одан келесі, стандартты құралдар үстелі, яғни ол жерде копировать, вставить, өшіру, кесіп алу деген сияқты функциялар тұрады екен. Келесі, пішімдеу құралдар үстелі. Ол пішімдеу құралдар үстелінде текстіміздің шрифтін өзгертуге, шрифттің размерін өзгертуге, сонымен қатар яғни әріптер жазған сөздерімізді өзгертетін функциялар тұратын қатар пішімдер құралдар үстелі деп аталады екен. Келесі, сурет салу құралдар үстелі. Ол сурет салу құралдар үстелі деп аты айтып тұрғандай, біз сурет салуға немесе фигуралар қоюға арналған функцияларды сурет салу құралдар үстелінен таба алады екенбіз. Ал ең астында күй жолағы тұрады, яғни біздің
қай әріпте тұрғанын және слайдтың нешінші бетінде тұрғанын осы күй жолағы арқылы көруімізге болады екен. Келесі жұмыс аймағы, тапсырмалар аймағы. Жұмыс аймағы деп отқанымыз кәдімгі главный ненің слайд жасап отқан тереземіздің главный беті жұмыс аймағы деп аталады, ал жанында тұрған тапсырмалар аймағы деп аталады. Жанында тұрған нелер слайдтың қаншаншы бетінде тұрғанын көре алатын аймақ тапсырмалар аймағы деп аталады екен. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз осы. Егер сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар, және бүгінгі сабақты қалай түсіндіңіз, сол бойынша мына түстер арқылы қызыл түсіндім, сары қызықты болды, қара түсінбедім деген сияқты өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге осы PowerPoint бағдарламасы туралы өзіміз слайд жасаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.